Өте өткір тақырып. Қатты қорықтым. Мөлдір Мұхан ел естімеген шындықты жайып салды. Мөлдір Мұханның продюсерлігімен түсірілген «Шай в большом городе» фильмінің жабық көрсетілімі өтті. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. Тұрсынбек Қабатовтың бұрынғы жұбайы алғаш рет үлкен киноға қадам басқанын айтып, болашақта қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі ажырасу тақырыбында фильм түсіргісі келетінін жеткізді. Залға кіруге қатты қорықтым, тығылып отырдым. Бұл енді алғашқы кино болғандықтан кемшіліктер болуы мүмкін. Тәжірибе жинап алдық. Келесі киноға идея көп. Тағы бірге киноға түсеміз. Бұл жолы жай, шет жағасын жеңіл-желпі көрсеттік қой. Өзің білесің ғой. Енді келесі кинода тура тікесінен тартатын боламыз. Қоғамдағы өте өткір тақырыпты алатын боламыз. Сценарий жазыла басталды. Тақырыбын айтайын ба, айтпайын ба? Негізі елімізде соңғы уақытта болып жатқан статистикаға қарағанда ажырасу тақырыбында кино түсіргім келеді. Сол кино арқылы ажырасудың саны азайса, кем дегенде бір 10% отбасына әсер ететін болса, оның өзі үлкен жетістік, деді Мөлдір Мұхан тележүргізуші Ирина Тенге берген сұхбатында. Мөлдір Мұханның осы ашық айтқан пікірінен оның кино саласына жай ғана қызығушылықпен емес, нақты миссиямен келгенін көруге болады. «Шай в большом городе» алғашқы қадамы тәжірибе жинау кезеңі екенін өзі де мойындап отыр. Ең қызығы, ол келесі жобасында қоғамның ең ауыр, ең өткір мәселелерінің бірі ажырасуды тікесінен қозғауға дайын екенін ашық айтқан екен. Бұл тақырыпты көтеру оңай емес, білесіздер, өйткені әр отбасының тағдыры сезім, ауыртпалық, жауапкершілік. Сол себепті Мөлдірдің залға кіруге қорықтым деуі де түсінікті. Ол өз ішіндегі шындықты үлкен экранға шығарып, өз тәжірибесі арқылы өзгеге пайда бергісі келетін сияқты. Ажырасу туралы фильм түсіру идеясы бүгінгі қоғамда расымен де қажет қадам деп ойлаймын. Егер ол шынымен адамдарға ой салса, кем дегенде бірнеше отбасының ойлануына әсер етсе, бұл үлкен нәтиже болар еді. Жалпы Мөлдірдің бұл жолы эмоция емес, мақсатпен сөйлегені байқалды. Ол өзінің жеке тәжірибесін өнер арқылы жеткізіп, әлеуметтік өзгеріс жасағысы келеді. Ең бастысы, басталған істі кәсіби түрде жалғастырып, шынайылықтан алыстамай түсіре білсе, келесі фильмі қоғамда үлкен резонанс тудыруы әбден мүмкін.